Бүгінгі тақырып балалардың әлеуметтік желіге тіркелу кезінде ата-ананың келісімі талап етілсін. Сөз кезегі үкімет тобының бірінші спикері Айтолқын, сізге. Қайырлы күн, дебат десе ешкенасын жерге қоятын қадірлі ағай, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі бізде палата балаларды әлеуметтік желіге тіркелу кезінде ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Біз жалпы түсінуіміз керек, әлеуметтік желі дегеніміз не? Бұл қолданушылар виртуалды қоғам құрылымына араласуына жағдай жасайтын интернеттегі қызмет. Қараңыздар, балалар деп бізді кімді айта аламыз? Балалар бұл белгілі бір тұрғыда 3-тен 16 жас аралығындағы белгілі бір түрде қоғамның бір мүшесі болып табылады. Енді біз түсінуіміз керек, бұл палатада біз балалардың әлеуметтік желіге тіркелу кезінде психологиялық тұрғыдан сындыру деген секілді, немесе болмайтын нәрселерді айтып, өзі жаңағы интернеттің неше түрлі нәрселерді көріп алмау үшін біз осының барлығын жасайтын боламыз. Бізде балалардың цифрлық ортада қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында түрлі шаралар қабылданды. Бірақ ол көп жағдайда көмектеспей жатады, иә? Талаптар енгізілмеген болып табылады. Яғни бұл белгілі бір тұрғыда заңнама енгізілмеген. Егер біз сондай заңнама енгізетін болсақ, ата-анасының рұқсатымен ғана кіргізетін қылатын болғанда, бізде лайк, комментарияға тәуелді болмайды. Яғни мысалы қараңыз, белгілі бір тұрғыда бір 6 жасар әлемде өсетін болады, ол ата-анасымен тіпті достарымен араласпайды, тек телефондағы достармен араласатын болады. Ал ол телефондағы достар шынайы адаммен ара-жігін ажырата алмайтын болғандықтан, ол баланың өміріне қауіп келтіретінін біз ескертетін боламыз. Келесі оппозиция тобының бірінші спикері, сізге берілетін уақыт 7 минут, сөз кезегі өзіңізде. Төрешілер, қарсылас тарап және тыңдаушылар. Бүгінгі дебат ата-аналардың балаларға әлеуметтік желілерді қолдауы туралы. Біз оппозиция тарапы бұл пікірмен келіспейміз. Біздің ойымызша ата-аналардың әлеуметтік желілерде баланы қадағалап баланың кері әсерін тигізеді. Біздің ойымызша балаларда жаңағы ата-аналар әлеуметтік желілерде болсын қатаң қадағалауы баланың жеке кеңістігін шектеуге әкеліп соғады. Сәлеметсіздер, қарсылас команда және төреші. Біздің позицияны түсіндіріп кетсек, бізде 18 жасқа толмаған балалар үшін ата-анасының ресми келісімі талап етілуі керек деп есептейді. Және де бұл балалардың қауіпсіздігі мен дамуына қамтамасыз етуге бағытталған және де заңды этикалық шара. Бізде оппозиция тобының бірінші спикері бізге жеке тұлғаның қалыптасуы, өз ойы және ата-анамен сенімді қарым-қатынас. Балалар өз ойларын, мысалы, оны басқа адамдар қалай қабылдайды деп ойламайды, және де негативный заттарды жазуы мүмкін да бір-біріне. И ол балалардың жеке тұлға болып қалыптасуына қайтадан үлкен нюанс келтіреді, себебі балаларда комплекс, кибербуллинг сияқты заттар пайда бола бастайды. Балалардың қауіпсіздігі. Жаңағы айтып кеткен сияқты бізде кибербуллинг, педофилия, экстремизм, фейк жаңалықтар секілді қауіптер бар. Және де комментарий влиять етпейді оларға. Ал кейін оның последствиясы бізге үлкен қиындықтарға алып келуі мүмкін. Және де психологиялық және эмоциялық денсаулық. Зерттеулер көрсеткендей, әлеуметтік желілерде жасөспірімдердің арасында суицид деген заттар көбейіп жатыр. Ол жаңағы қайтадан кибербуллинг қалып келеді. Мысалы, кейбір балалардың ойы, мысалы, тәрбие жағына байланысты, иә? Қайырлы күн, мен оппозиция тобының екінші спикері Люксбаева Ләззат. Қазіргі таңда мен ата-аналардың, оқушылардың әлеуметтік желілерін бақылап отырудың минустарын атап өткім келеді. Бұл ең алдымен тыйым салу, ол жасөспірімдердің жеке өмірін қадағалау болып табылады. Ең алдымен бұл ата-ана мен оқушының арасындағы сенімділікті жоғалтады. Сол басты назарда болып табылады. Екінші, психологиялық қысым және стресс. Егер оқушы өзінің әлеуметтік желілерін бақылауды көзге алған болса, онда ол өзінің әлеуметтік желілерін бәрібір де кіреді. Бірақ оны ата-аналарынан жасырады, әртүрлі пароль, шектеулер қояды, және сол арқылы оқушылар өздерінің ата-аналарынан алшақтай түседі. Балама жол ұсынғым келеді. Осы жағдайда бұл сенім және ашық сөйлесу
қауіпсіз диалогқа жеткізуге болады деп ойлаймын. Бүгінгі бізге берілген тақырып балалардың әлеуметтік желіге тіркелу кезінде ата-ана келісімі талап етілсін. Бұл жерде бізде үкімет тобының бірінші спикері Айтолқынның айтуынша, яғни дефиниция, кілт сөздері бар, үкімет ретінде өзіндік кейстары құрылды, механизм барлығы бар. Бұл жерде мен сізден қабылдаймын бірінші аргумент ата-ананың, яғни жаңағы түрлі осы интернеттік шабуылдардан сақтау, жаңағы Қазақстандағы жаңағы ИН-нің, ЖСН, яғни жеке бас тұлғаның өзіндік номер, солар туралы айтасыз, және Қазақстандағы жаңағы түрлі балалардың осы әлеуметтік желі арқылы психологиялық ауытқу, әлеуметтік дамуындағы әсері, және де ақш-тағы балалардың 13 жасқа дейінгі балалардың олардың жаңағы әлеуметтік желі ашу үшін ата-анасының рұқсаты керек деген секілді осындай аргументтер айтасыз. Мен сіздің аргументіңізді, кейсіңізді барлық нелеріңізбен толықтай келісемін, қабылдаймын. Екінші, оппозиция тобының бірінші спикері Айзаданың айту бойынша жеке тұлға ретінде ол әлеуметтік желіге ата-ананың жаңағы араласуы ол жеке тұлғаның дамуына кері әсер етеді және сеніміне селкеу түсіреді деген секілді аргументтер айтады. Қабылдаймын. Бұл жерде бірақ аргумент кішкене әлсіздеу болды. Келесі, үкімет тобының екінші спикері Мадинаның айтуы бойынша ата-ананың дұрыс адамдармен араласып отыруы, балалардың дұрыс адамдармен араласып отыруы, олардың өз ойларын жеткізуге, бұл жаңағы әлеуметтік желідегі қауіпсіздік, кибербуллинг, суицид секілді барлық өзекті, қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді қозғап кетесіз. Яғни біз әлеуметтік желіде баланың кіммен араласып, кіммен сөйлесіп жатқан ол нәрсені біз көбінесе ата-аналар байқамай жатады. Сол нәрсені және діни бұрмалау, баланың ата-анасына қарсы шығуы, яғни өзінің басқа да өзінің достарының ойын, өзінің ойынан жоғары қою секілді осындай заттарды, аргументтерді келтіресіз. Қабылдаймын, бұл өте мықты аргументтер келтірілді. Келесі, оппозиция тобының екінші спикері Ләззаттың айтуы бойынша, міне осы жерде біз мықты. Бірақ үкімет тобының екінші спикері Мадина, сізде кішкене тақырыптан ауытқушылық бар. Не нәрсе? Біз не нәрсені айтып жатсыз? Социальный сеть, әлеуметтік желі. Бұл жерде біз не нәрсені қарастыруымыз керек? Тек қана әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілерге не кіреді? Жаңағы WhatsApp, Instagram, TikTok, сол әлеуметтік желілер. Оған кірмейді не нәрсе? Интернет кірмейді, YouTube мысалға кірмейді. Ол әлеуметтік желі емес, ол баланың мысалға жай интернет желілері. Ал жаңағы неше түрлі ойындар, нелер, бұл тақырыптың ішінде қарастыра алмаймыз. Және де үкімет тобынан тағы не нәрсені естігім келді? Балалар әлеуметтік желіге тіркелу кезінде ата-анасын талап етілсін. ақш туралы басында бастамасын күшті бастадыңыздар. Дәл сол секілді сіздерден бір ұсыныс болса, Қазақстанда осындай жасқа дейінгі балаларда осындай нәрсе болса, мысалға, осы жастан бастап осындай нәрсе болса, әлеуметтік желі осындай болса деген сіздерден бір ұсыныс болса, яғни қандай нәрсені ұсына аласыздар? Мен аргументтер, күшті аргументтер байқадым, бірақ ұсыныс жоқ. Қандай ұсыныс көрсете аласыздар? Сосын екінші, ары қарай тоқталайық, оппозиция тобының екінші спикері Ләззат, адамның жеке өмірін қадағалау, ата-ана мен бала арасындағы сенімсіздік, бұл үлкен психологиялық стресс, мысалға не нәрсені қатты тыйым сала берген сайын керісінше бала сол затқа ұмтылады ғой, сол нәрсені айту. Сосын кейін ата-ана мен баланың арасындағы алшақтау, ашық диалогтың жоқтығы, бұл жерде оппозиция тобы күшті бір аргумент келтіріп кетті. Яғни осыдан шығудың жолы ол ата-ана мен баланың арасында ашық диалог жүргізе отырып, ол социальный сеттің зиянын көрсете отырып, балаға оның рұқсаты арқылы осындай нәрселерге кіру керек деген нәрсені көрсету. Жақсы, ойында қарсылас болсаңыздар да өмірде дос болыңыздар, қол алысып қойыңыздар.